Сәлем балақай. Бүгін біздер математикадан 8 санының құрамына берілген есептерді орындайтын боламыз. Оқулықта бірінші мынадай тапсырма берілген. 8 санының құрамына мысалдар ойластыр. Енді 8 санының құрамын еске түсірейік. 8 саны 4 және 4 сандарының қосындысынан тұрады. Енді үстелдің үстінен міне сарғыш қызыл майлықты көруімізге болады. Оның саны 4-еу және тағы да күлгін түсті қосыртқыш майлықты көрсек болады. 4 қосылған 4 тең 8-ге. Келесі 8 санының құрамы бұл 8 саны 2 және 6 сандарының қосындысынан тұрады. Енді осыған мысал келтірейік. Үстел үстінде біздер 2 жасыл өрнекті және 6 көк түсті өрнекті кеселерді көреміз. 2 қосылған 6 тең 8-ге. Келесі дастархан үстіндегі сары түсті алманың саны 1, қызыл түсті алманың саны 7. Сонда 1 қосылған 7. Бұл тең болады 8-ге. Келесі 8 саны 3 және 5 сандарының қосындысынан тұрады. Кәне дастарханның үстіндегі осындай заттарды тауып көрейік. Тәрелкелердің түсін қарасақ, 3-еуі жасыл және қалған 5-еуі көк түсті тәрелке екен. 3 қосылған 5 тең болады 8-ге. 8 санының құрамын осылай алсақ болады. Келесі астында тағы да тапсырма берілген. Барлығы неше қағаз сүлгі бар, барлығы неше кесе бар. Кәне дастархан үстінде барлығы сарғыш қызыл түсті 4 сүлгі болды және күлгін түсті 4 сүлгі болды. Барлығы 8 қағаз сүлгі бар. Келесі жасыл түсті 2 кесе өрнекті және көк түсті 6 кесе бар. Сонда 2 қосылған 6 тең 8-ге деген санды өрнекті шығарамыз. Келесі 8 санының құрамын айт. Бұл жерде үйшіктердің ішінде қызыл және көк түсті дөңгелектер беріп қойған. Алдымен қызыл түсті дөңгелек бұл жаны 7-еу 8 болу үшін жанына 1 көк түсті дөңгелекті қосамыз. Келесі 6 қызыл дөңгелек берілген, оның жанына 2 көк түстіні қосамыз, 8 болады. Келесі 5 дөңгелектің жанына 8 болу үшін 3-еуін қосамыз, 4 және 4. Келесі 3 қызыл дөңгелек 8 болу үшін 5 көк түсті дөңгелекті қосамыз. 2 түсті қызыл дөңгелекке 6 түсті қызыл дөңгелек қосамыз және 1 түсті қызыл дөңгелекке 7 көк түсті дөңгелек қосамыз. Келесі тапсырма сурет бойынша сандардың қосындысы мен айырмасын құрастыр деген. Бұл жерде қарап отыратын болсақ, алмұрт сары түсті берілген және 1 түсті қызыл алма берілген. Яғни 7 түсті сары алмұрт бар және қызыл алма бұл 1-еу. Сондықтан 7 қосылған 1 тең 8-ге. Келесі бұл жердегі қосылғыштардың орнын ауыстырамыз. 1 қызыл түсті алма, оған қосамыз 8 түсті сары алмұртты. 1 қосылған 7 тең 8-ге. Келесі біздер бұны азайту арқылы тексереміз. 8 азайтылған 1, яғни 1 қызыл алманы шегереміз. Сонда тең болады 7 сары түсті алмұрт қалады. Келесі сәйкесінше барлық 8 жемістің ішінен 7 сары түсті алмұртты шегереміз. 8 азайту 7 тең болады 1 алма қалды бізде 1 саны болады. Келесі екінші берілген тапсырмада солай. Бұл жерде келесі тапсырмаларда осы сияқты шығарылады. Бірінші мысалға қарап отырып, өзің шығара аласың деген ойдамын. Келесі 4-ші тапсырма бос орындарға тиісті сандарды ата, өзіңнің 1-ден 10-ға дейінгі сандар қатарын құрастыр дейді. 1, 2 берілген, одан кейін 3 қалып қойған, 4, 5 берілген, 6 қалып қойған, 7, 8 берілген және 9 саны қалып қойған. Осылай біздер бос орындарды толықтырдық. Келесі сабақтарда кездесеміз деген ойдамын. Каналға тіркел, лайк қалдыруды ұмытпа.